Екі жастың ажырасуының септігінің бірі құда-құдағидың тату болмауы. Өйткені өмір болғаннан кейін аяқ табақ салдарламай тұрмайды. Сол кезеңде екі жақ құдағи екі жақты өз баласын жақтайтын болса, міне бірден-бір екі жастың ортасы суи бастайды. Әркім өз баласын жақтайды. Ал егер де жаңағы тату құда-құдағи тату тәтті болатын болса, енді өмір болғаннан кейін түрлі жағдайлар болуы мүмкін. Сол кезде жаңағы екі жақты ата-ана өмір көрген тәжірибелі адамдар ақылдасып отырып, отбасын сақтауда ең керекті нәрселердің бірі сабырлық, шыдамдық. Қазір мен шыда десем, ой көптеген адамдар қарсы шығып жатады. Шыдау деген ол зорлық зомбылық көргенге шыдау емес. Шыдаудың ішіне бәр нәрсе, көп нәрсе сыяды ғой. Мысалға, біз өзіміздің туған баламыз ұйықтатпай төрт ұйқымызды төрт бөлсек те шыдаймыз ғой. Сол сияқты моменттерді айтып жатырмын сіздерге. Осындай кезеңдерде құда-құдағи үлкен болып, өмірлік тәжірибелерін қоса айтып отыратын болса, бәр нәрсені жақсы бірге бірлесіп жеңіп шығуға болады.